Арнама қош келдіңіздер. Бүгін қырғауылдан чахағы били тағамын дайындаймыз. Сондай дәмді өз шырынында піседі. Тіркелуді ұмытпаңыздар, ал онда бастайық. Қырғауыл құсының етін бөлшектерге бөліп алыңыздар. Жалпы бұл тағамда қырғауылдың еті табылмай жатса, кәдімгі тауықтың етіне алмастыруға болады. Бұл жерде жасалу уақыты өзгереді. Тауыққа қарағанда қырғауылдың еті 1 сағатқа көбірек піседі. Пиязды жартылай сақиналап тураңыз. Бір-екі түйір сарымсақты да майдалап тураңыз. Қазанға сұйық майды құйып, дұрыстап қыздырамыз. Сәбізді болгар бұрышын және жартылай ашты бұрышты кішкентай майда соломкаларға кесіңіз. Майымыз қызғанда алдымен пияз бен сарымсақты сарғайғанша 5 минуттай қатты отта қуырып аламыз. Бізге қызанақтар немесе томат пюресі керек болады. Мен 2 қызанақты алдым. Олардың қабығы жақсы аршылу үшін қайнап тұрған ыстық суды үстінен 5 минутқа құйсаңыз, қабығы өзі ашылып түседі. Енді құсымызды үстінен салып, 10 минуттай қақпақтың астында қуырамыз. Енді сәбіз бұрыштарымызды салып, 7 минуттай бұқтырамыз. Қызанақтардың көріп тұрғаныңыздай ыстық судан кейін қабықтары тез ашылып жатыр. Барлығын майдалап тураңыздар. Ал енді қызанақтарымызды саламыз. Кішкене томат пастасын, хмели-сунели дәмдеу үшін және тұз. Барлығын дұрыстап араластырып, қайнағанына дейін күтеміз. Қайнағаннан кейін оттың астын баяулатып, қақпағымен жауып бұқтырамыз. Егер пісіріп жатқан құсыңыз қырғауыл болса, 1,5 сағат бұқтырыңыз. Ал егерде тауықты пісірсеңіз, онда 40 минут бұқтырсаңыз, тамағыңыз дайын болады. Тамақтың соңында керемет дәм беретін соусын дайындайық. Сарымсақты майдалап турайсыздар. Ткемали соусынан 2-3 ас қасық құйыңыз. Егер талғамыңызға сай тамақтың дәмі ащылау болсын десеңіз, кішкене ащы чилиден қосып жіберіңіз. Тағамымыз пісіп әбден дайын болды дегенде
соусымызды құямыз. Араластырған соң тағамымызды оттан алып тастаңыз. Дайын болғанда қақпақ жабылу кезінде 20 минуттай тағам кішкене тоңдырылып тұрсын. Тәрелкелерге салардың алдында ас көктен себіңіз. Өз шырынында пісетін өте дәмді чахах били тағамы дайын болды. Осы дәмді рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір жасағаннан ұнайтын рецепт. Егер бейне ұнап жатса, тіркеліп достарыңызбен бөлісуді, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.